Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Алтай бір ықшам ауданында орналасқан Дүйсен Бабаев атындағы номер 115-ші жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Бүгінгі мына ауданымыздың 115-ші мектепте болып жатқан ұлттық адал азамат бағдарламасы аясында ұлттық құндылықтарды жасөспірімге сіңіру, бұл негізі қалалық семинар. Осы оқушылардың бұрынғы өзі қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында өтіп жатыр. Енді бұл семинар мына наурызнама бойынша наурыз күніне тура келіп тұр. Сондықтан бүгін 14 күннен бастап осы наурызнама бойынша 10 күн жоспарланған мектептерде іс-шаралар өтіп жатыр. Наурыз айы өзі жақсы ай ғой, ең бірінші алғыс күннен басталып халықаралық әйелдер күні болды, наурыз күні болып жатыр. Сондықтан барша осы қазақстандықтарды наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, наурыздан наурызға, оразадан оразаға, айттан айтқа жете берейік. Ораза айт құтты болсын. Барша қазақстандықтар наурыз мерекесі құтты болсын. Мереке сондай керемет тамаша өтіп жатыр. Біздің қазақи ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, оқушыларын, ата-аналарын бәрінің басын біріктіріп, ұстаздар қауыммен керемет наурыз мейрамын тойлап жатыр. Осы мектепке биік жетістіктер тілеймін, толағай табыстар тілеймін, биіктерден көрініп, абыройлары асқақтай берсін демекпін. Талғат Талдыбайұлына рахмет, мықты денсаулық және биіктерін көріне беруіне тілектеспін. Бүгін біздің мектебімізде ұлттық тәрбие құндылық бастауы атты қалалық семинар өтті. Бұл семинар біздің мектебіміздің тәрбие адал азамат бағдарламасы негізіндегі тәрбие жұмысының қорытындысы іспетті. Және бүгінгі күн бір сәтті күнге келді деп ойлаймын. Себебі ораза айт мерекесіне келді, наурыз мерекесіне сәйкес келді. Сондықтан біздің тәрбие жұмысымыздың теориялық бөлігіменен практикалық бөлімі ұштасқан күн деп есептеймін. Себебі біз келген қонақтарға әдістемелік жұмыстарымызды, істеген істерімізді теориялық тұрғыдан таныстырып шықсақ, сыртта ата-аналарменен оқушыларымыз бірлескен наурыз мерекесі спорт жарыстарын өткізіп, практикаменен тәжірибені ұштастырдық. Жалпы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп бекер айтылмаған. Сондықтан біз ұлт ретінде қалыптасу үшін ұлттық тәрбиеге баса назар аударуымыз керек. Әрбір жүрген жүрісіміз, сөйлеген сөзіміз, киген киіміміз, әрбір ұстаған, істеген тірліктеріміздің барлығы да тәрбие болады. Сондықтан бәрі де бір ізді жақсы ұлттың азаматтарын қалыптастыруға негізделуі керек деп ойлаймын. Бүгін біздің мектебімізде өте үлкен іс-шара өтіп жатыр. Ұлттық тәрбие құндылықтың бастауы атты. Бұл бүгінгі іс-шарамыз жаңағы мектебімізде ұлттық құндылықтарды дәріптеу, оқушыларымыздың бойына патриоттық сезімді сезіндіру, осындай іс-шаралар жаңағы үштік одақпен өткізіліп жатыр. Наурыз мерекесіндегі қазақилықты, одан кейінгі жаңағы оқушылардың арасында оқушылардың бойына сіңіру, салт дәстүрлерімізді, қазіргі ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлерімізді қазақилық қалыптастыру, бүгінгі өте керемет іс-шара өтті. Жаңағы ауданның басшылары, мектеп директорлары, жаңа тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары қонаққа келді. Барлығы жаңағы іс-шарамыздың қадірлі қонақтары болды. Далада жаңағы ата-аналардың қатысуымен өте үлкен іс-шара өтіп жатыр. Онда тұсау кесу, баланың туылған кезінен өскенге дейінгі барлық жаңағы салт дәстүрлері көрсетіліп, сондағы барлық жаңағы жақсылықтар айтылып жатыр. Негізгі бағытымыз 6 бағытта жұмыс жасаймыз. Адал азамат ұлттық тәрбие бойынша балаларымызды патриотикқа тәрбиелеп жатырмыз, отансүйгіштікке. Бүгін мына 115-ші мектепке әжелерімізді әкеліп, аналар, әжелер балалардың тәрбиесіменен байланыс ретінде бүгінгі ұлттық тәрбиенің бағдарламасының аясындағы өткізіп жатқан семинарына қатысып, өзіміздің білетіндерімізбен, ұлттық құндылықтарымызбен бөлісіп, аз ғана шағын концертімізді қойып, мектепте керемет бір іс-шара өткізіп жатырмыз.
Иә, мектеп ұжымы өте керемет ұжым. Мұнда немерелеріміз оқиды. Бұл мектепке алғысымыз зор. Балалардың тәрбиесіне көңіл бөлу өте мықты. Оған қоса біздің ұлттық құндылықтарымызға бұл мектепте ерекше мән береді. Іс-шарасы соның айнасы деп айтуға болады.